Сәлеметсіздер ма? 6-да 72-ші есепті шығарамыз. Мына бірінші бөлшегімізді түсіндіре кететін болсам, мына жерде формула тұр. Яғни а квадрат азайтылған б квадрат дегеніміз көбейткішке жіктеп жазған а азайтылған б, а қосылған б түрінде жаза аламыз. Демек, осылай жазып алайын. Мен астына жазайын. А азайтылған б, а қосылған б деп жазып алдық. Формула бойынша. Екінші мынау бөлшегіміздің бөлімінде тұрған мәнді бірінші бөлшектің қалпынша жазып қоямын. Көбейту болып, бөлшектің алымы мен бөлімі орны ауысады. Яғни 3а б болады, бөлшектің бөлімінде а қосылған б болады. Енді қысқартатындарын қысқартамыз. Яғни а қосылған б мен а қосылған б қысқарып кетеді. 6 менен 3 қысқарады. 6-ны 3-ке бөлсек 2 қалады. Жазып қояйық. Аның бір дәрежесі мен аның бір дәрежесі, бұның бір дәрежесі, бұның бір дәрежесі қысқарады. Сонда бөлшектің алымында а азайтылған б қалды. Бөлшектің бөлімінде 2 деген мәніміз бар. Және де аның бір дәрежесі бар, бұның бір дәрежесі бар. Яғни басқасын барлығы қысқарып кетті. Келесі екінші есебін шығарамыз. Екінші есебіміздің бірінші бөлшекте x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Астына жазамын. X-ті шығарып жібереміз. X қосылған y қалады. Бөлшектің бөлімінде x. Енді мына жерде көбейту болып, бөлшектің алымы мен бөлімі орналасады. Y болады да. Мына жерде бірінші тұрған мәнімізден y-імізді жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда x қосылған y қалады. Тең. Енді қысқарады. X қосылған y пен x қосылған y қысқарып кетеді екен. Мына жерде яғни x пенен x қысқарып кетеді. Сонда бөлшектің алымында мына жерде y пен y бар. Y пен y қысқарады. Сонда бұл есепте 1 деген мән шығады. Барлығы бір-біріне қысқарып кеткенде біз 0 деп шығара алмаймыз, 1 болады. 1 деген мән шықты. Яғни кейбір балалар сұрайды, 1 қайдан шықты, неге деп. Барлығы бір-біріне қысқарып кеткенде сіздер 0 деп ала алмайсыздар. 1 деп аласыздар. Өйткені мысалға түсіндіре кететін болсам, 5-ке бөлсеңіз 1 шығады. Сол сияқты ғой мына жерде мәндер. Немесе жаңағы 5-аны бөлесіз 5-аға тең болады, 1 болады. Сол сияқты бұл жерде мәні 1 шықты. Келесі үшінші есебімізде енді мына жерде бұны шығарып жіберсек болады екен жақшаның сыртына. Бірінші бөлшегімізде бұны шығарып жіберек, сонда а квадрат азайтылған 4 б болады. Б квадрат болады. Бөлшектің бөлімінде қалпынша жазамыз. 3а б квадрат. Енді көбейту мына жерде а квадрат б, бөлшектің бөлімінде а квадрат азайтылған 2а б. Мына жерде бірден жаза салайын, аны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда а болады, азайтылған 2, мына жерде ашық кетті, б қалды. Енді мына жерде формула болып тұр. Яғни жаңағы бірінші есебімізде бізде кездескен мына жерде а азайтылған б жазамыз. Тең, мұнда б болады. А азайтылған 4-тің түбірі 2 ғой. 2 б деп 1 жазамыз. А қосылған 2 б деп 1 жазып аламыз. Бірден қысқартып жазсалсақ болар еді, бірақ та сіздерге түсінікті болсын деп осылай ашып жазып отырмын. Қаласаңыздар бірден жаза салыңыздар. Енді мына жерде қысқартамыз. А азайтылған 2 б-ға а азайтылған 2 б-ны қысқартып жібереміз. Және де бөлшектің алымында мына а квадрат қой, мына бір дәрежесімен қысқарып кетеді. Мына жерде б-мыз б, мына жерде бір дәрежемен қысқарады. Енді мына жерде аның бір дәрежесі қалды, ол мұнамен қысқарып кетеді. Яғни мына жердегі а мен мынау қысқарады деген сөз. Келесі б бізде мына жерде бір дәреже қалды. Бұда бір дәреже қалды. Мына жердегі бір дәрежемен қысқарды ғой. Енді сол бір дәрежеміз мына б мен қысқарып кетеді. Яғни үстін басайын сарымен. Енді жазайын. Бөлшектің алымында а қосылған 2 б қалды. Бөлшектің бөлімінде алымында ештеңе қалған жоқ. Бұдан басқа 3-іміз бар. Және де басқасының барлығы қысқарып кеткен. Яғни осындай мән шықты. А қосылған 2 б бөлінген 3 деген.
Бұл есебімізде мына жерде формула бар екен. Бірден жазайын, яғни астына жазайын. 4-тің түбірі 2m азайтылған 9-тың түбірі 3n қосылған. Тура осының қосу мәні болады. Бөлшектің бөлімінде m квадрат n-нің квадраты көбейтілген. Енді мына жерде көбейту болып бөлшектің алымы мен бөлімі орын алсады. 2mn бөлшектің бөлімінде 2am қосылған. Мына жерде бөлшектің бөлімінде мына жерде аны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Аны. Сонда 2m қосылған 3n болады. Тең. Енді қысқартамыз. Енді мына екеуі бір-бірімен қысқартылып кетеді. Және де m-нің бір дәрежесі n-нің бір дәрежесімен қысқарады. Енді жазайық. Бөлшектің алымында мына 2 деген мәніміз бар. Жақшаның сыртына шығарып қойып, алдына жазсаңыздар да 2m азайтылған 3n. Басқасының барлығы қысқартылып кетті. m, n-нің бір-бір дәрежесі қалды. Келесі 5-ші есебімізді шығарамыз. 5-ші есебімізде мынау бірінші бөлшегімізде көріп отырғандарыңыздай бөлшектің x-ті шығарып жіберек, сонда x азайтылған y болады. Бөлшектің бөлімінде x жақшаның сыртына жіберек, x қосылған y болады екен. Көбейтілген. Мынау бөлшектің екінші бөлшегімізде y-ті шығарып жіберсек болады екен. Және де x-ті шығарып жіберуге болады. x y-ті шығарып жібереміз, сонда мына жерде x-імізден бір дәреже қалды. Мына жерде қосылған y-іміз бен 2 шығып кетті. Y-іміздің бір дәреже алады. x y. Енді қысқаратына x бен y қысқарады. Мына жерде x пен x қысқарып кетеді. X қосу y пен x қосу y қысқарып кетеді. Сонда бұл жерде қалған мән x азайтылған y деген мән ғана қалды. Келесі 6-шы есебімізді шығарамыз. Соңғы есеп. 6-шы есебімізде бірінші бөлшегімізді қалпынша жазамыз. Екінші бөлшегімізде көбейту болып бөлшектің алым бөлімі ауысады. Мына жерде жақшаның сыртына 2-ні шығарып жіберсек болады. Сонда с квадрат азайтылған d квадрат болады. Бөлшектің бөлімінде мынау с-ны шығарып жіберейік. Жақшаның сыртына с-ны шығарып жіберсек, с қосылған d болады. Енді тағы да мына жерде формула бар. Яғни осыны бірден ашып жазсам да болады, бірақ сіздерге түсінікті болу үшін ашып жазған жоқпын. Енді жазам. С қосылған d бөлшектің бөлімінде с азайтылған d көбейтілген. 2 қалпынша тұра береді. Мынау с азайтылған d деп бір жазамыз, с қосылған d деп бір жазамыз. Бөлшектің бөлімінде с қосылған d. Енді қысқарады. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып кетеді. Мына екеуі бір-бірімен қысқартылып кетеді. Сонда бөлшектің алымында 2 с қосылған d, мына жерде бөлімінде с қалды. Қалғандардың барлығы бір-бірімен қысқартылып кетті. Осымен есебіміз аяқталды. 72-ші есебіміз. Егер түсініксіз болса, тағы да бір қарап көріңіздер. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Себебі келесі жылы 8-ші сыныптың барлық есептерін осылай бірге талқылап шығаратын боламыз. Алдағы уақытта 9-ші сыныптың есептері 10-11-ді. Сондықтан каналыма жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.